Бүгін қуанышты жағдай, бүгін президент банк туралы заңға қол қойды. Банктердің алаяқтығы азаятын болады. Көптен күттік, біз Бақытжан Базарбек екеуміз берген 28 ұсыныс толығымен қабылданды. Алдағы жылы, өткен жылы біз берген өзгерістерге қоса, енді бұл жаңа өзгеріс болатын болды. Бұл өзгерістер толығымен банкілердің алаяқтық несие беруге мүмкіншілігін шектейді. Шын айтқанда, ол көзіміз жетті, 90% жағдайда онлайн несие бергенде ол несие, алаяқ несие шыққаннан кейін бұл жағдайларда банкілердің өздері кінәлі екен, біз көзіміз жетті. Банктің ішіндегі қызметкерлер бұл алаяқтыққа тікелей қатысы бар. Банкілердің қызметкерлер болмаса, бұл алаяқтықты жасау мүмкін емес. Себебі көп жағдайда 10 минуттың ішінде счет ашылып, 10 минут ішінде несиеге арыз жазылып, 10 минуттың ішіне несиеге рұқсат беріліп, 10 минуттың ішіне биометрия өтіп, 10 минуттың ішіне бүкіл құжаттар дайындалып, 10 минуттың ішінде сіздің айлықтарыңыз дәлелденіп, айлық сәйкес